электромагниттеги тақырыптық тестіміздің видео шешімін бастаймыз. Бүгінгі тақырып бізде электромагниттік индукция. Кеттік бастайық видео шешімін. Бірінші сұрақ, индукциялық ток дегеніміз не болды? Индукциялық ток дегеніміз магнит өрісінің әсерінен пайда болған. Біздің тоқты біз индукциялық ток деп айтамыз. Екінші нәрсе, индукциялық токтың шамасы не нәрсеге тәуелді? Бұл енді формулаға қарайтын болсақ, электр қозғаушы күштің формуласы бізде дельта фи бөлінген дельта т. Осы жерде бізде магнит ағынының өзгерісіне тәуелді. Магнит ағыны уақыттың өтуіне байланысты өзгеретін болса, ол жерде индукциялық ток пайда болады. Осы нәрсеге тәуелді. Индукциялық ток алу үшін не істеуіміз керек? Индукциялық ток алу үшін біз осы нәрсені өзгертуіміз керек. Егер біз магнит ағынын ашатын болсақ, ол бізде bs косинус альфа. Получается, біз магнит өрісін өзгертуіміз керек. Белгілі бір нені тиісіп өтетін ауданды, немесе соның ауданын өзгертуіміз керек. Уақыттың өтуіне байланысты осы екі шаманың бізде біреуі өзгеретін болса, онда бізде индукциялық ток пайда болады. Бұлай айтқан кезде магнит ағыны өзгеру керек уақыттың өтуімен. Келесі төртінші сұрақ, Ленц ережесі не дейді? Ленц ережесі ол индукциялық ток өзін тудырған магнит ағынының өзгерісіне қарсы бағытталатындай магнит өрісін тудырады. То есть белгілі бір жерде магнит ағыны өзгеріп жатса, мысалы магнит ағыны артып жатса, магнит ағынына олай болса, өтіп жатқан магнит өрісінің бағытына қарама-қарсы магнит өрісін тудыратындай не пайда болады? Бізде ток пайда болады. Ленц ережесі осыны айтады, мына минус таңба бізде осыны білдіреді. Бесінші сұрақ, индукциялық токтың бағытын анықтау үшін қандай ережені қолданады? Ол бізде бұрғы ережесі. Бас бармақ бізде магнит өрісінің бағытын білдіреді, ал айнала бізде пайда болатын электр тоғы. То есть бұрғы ережесі немесе оң қол ережесі деп айтады. Алтыншы сұрақ, магнитті суретте көрсетілгенде контурға жақындататын болсақ, пайда болған токтың А нүктесіндегі бағыты қандай болады? Егер А нүктесі ол біз жағында, бізге жақын орналасатын болса деп қарастыратын болсақ, енді көрейік. Ана жерде бізде магнит өрісі пайда болады, ол N-нен S-ке қарата бағытталады, былай қарата бізде магнит өрісі пайда болады. Енді олай болса, мына біздің ауданымызда, мына ауданда бізде магнит өрісі қайда бағытталады? Магнит өрісі бізде солға қарата бағытталады. Магнит өрісі солға қарата бағытталады. Енді біз мынаны магнитті жақындататын болсақ, контурға қарата, онда мына жерде бізде магнит өрісі артады. Получается, бізде магнит өрісі артып жатыр, қай бағытта? Солға қарата бағытталған магнит өрісі артып жатыр. Олай болса, Ленц ережесі бойынша бұған қарама-қарсы магнит өрісі пайда болады бізде. Себебі ол бастапқы қалпына қайтару керек. Магнит өрісі бізде өзгергені солға қарата артып жатыр ғой. Олай болса, оны төмендету үшін, бастапқы қалпына келтіру үшін оңға қарата бағытталған магнит өрісі пайда болады. Сонда және біз осы оңға қарата бағытталған магнит өрісі бізде ол бас бармақты білдіреді. Бұлай айнала бізде не пайда болады? Тоқ пайда болады. Сонда айнала тоқ пайда болады, и біздің жағымызда ол қайда бағытталады? Төмен қарата бағытталады. Демек, А нүктесінде төменге қарата бағытталады бізде. Келесі жетінші сұрақ, егер N жағымен жақындайтын болса дейді. N жағымен жақындайтын болса, бізде магнит өрісі қайда бағытталады? Мына біздің контурымызда солға емес, оңға қарата бағытталады. Оңға қарата бағытталады біздің магнит өрісіміз. Енді біздің магнитіміз жақындаған сайын бұл өріс артады бізде, магнит ағыны артады. Магнит ағыны артқан кезде қай бағытта артады? Оңға қарата артады. Демек, артып жатса, бұған қарама-қарсы магнит өрісі пайда болады бізде. Индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі солға қарата бағытталады. То есть оңға қарата артып жатыр, соны азайту үшін солға қарата пайда болады. Сонда біздің бас бармағымыз солға қарайды, и былай айнала бізде тоқ пайда болады. И айнала біздің жағымызда ол қайда кетеді? Жоғары қарата кетеді. Демек, А нүктесінде ол жоғары қарата бағытталады. Тоқтың бағыты. Келесі 8-ші сұрақ. Егер керісінше алыстататын болсақ дейді. Магнит өрісі бізде қайда бағытталады? N-нан S-қа қарата бағытталады бізде магнит өрісі. Демек, бізде ол мына біздің контурымызда магнит өрісі бізде қайтадан оңға қарата бағытталып тұр. Оңға қарата магнит бізде несі бар? Өрісі бар. Енді біз магнитті керісінше суырып алып жатырмыз, солға қарата тартып жатырмыз. Демек, мына жерде бізде магнит ағыны азаяды. Магнит ағыны азаяды деген сөз, магнит ағынының өзгерісі бізде солға қарата бағытталады. То есть магнит ағыны азайып жатса, оны не істеуіміз керек? Бастапқы қалпына келтіру үшін арттыруымыз керек.
арттыру үшін не істейді? Дәл қайтадан оңға қарата бізде бағытталған магнит өріс пайда болады. То есть азайып бара жатса қайтадан көбейту үшін оңға қарата пайда болады. Демек біз бас бармағымызды оңға қарата ұстаймыз. Оңға қарата ұстаған кезде айнала бізде электр тоғы пайда болады. И біздің жағымызда электр тоғы қайда бағытталады? Төменге қарата бағытталады. 9-шы сұрақ, дәл осылай енді N-нан S-қа қарата бізде былай бағытталады. Демек, мына біздің контурымызда магнит өрісі бізде солға қарата бағытталады. Магнит өрісі солға қарата бағытталады жерде. Енді біз магнитті тартып жатсақ, алыстатып жатсақ, мына жерде бізде магнит өрісі не істейді? Азая бастайды. Азая бастаса, осыны арттыру үшін, мына өрісті арттыру үшін, азайып бара жатқан өрісті арттыру үшін, дәл осы бағытта бізде не пайда болады? Магнит өрісі пайда болады. Индукциялық токтың әсерінен, индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі пайда болады. И біз осы бағытты біз бас бармақты аламыз, и айнала электр тоғы пайда болады. Айнала электр тоғы пайда болған кезде, именно біздің жағымызда оны істейді, жоғары қарата көтеріледі. Демек, тоқтың бағыты бұл нүктеде жоғары қарата деген сөз. Келесі 10-шы сұрақ. Егер біз ауданын кішірейтетін болсақ дейді. Ауданын кішірейтетін болса не істейді? Ауданын кішірейтетін болса магнит ағыны азаяды, иә? Магнит ағыны азаяды. Бізде қазір магнит ағыны бізден ары қарата бағытталып тұр, дәл қазір, иә? Мысалы, бізден ары қарата бағытталып тұр. Магнит ағыны азаятын болса, оны қайтадан не істеу керек? Арттыру керек, иә? Магнит бастап қалпына келтіру керек. Арттыру үшін магнит өрісі пайда болған қайда бағытталу керек? Иә, тоже бізден ары қарата бағытталу керек. Себебі оны арттыру керек. Демек, бізден ары қарата бағыт дегенде мен бас бармақты сол бағытта бағыттаймын, бізден ары қарата и айнала электр тоғы пайда болады. Демек, сағат тілімен бізде электр тоғы пайда болады деген сөз бұл жерде. 11-ші сұрақ. 11-ші сұрақта керісінше ауданымыз артып жатыр. Егер бізде ауданымыз артып жататын болса, бізден ары қарата бағытталған магнит өрісі бар. Егер ауданымыз артып жататын болса, магнит ағыны артады. Магнит ағыны артатын болса, бастап қалпына келтіру үшін қарама қарсы бағытта магнит ағыны пайда болу керек, иә? Магнит өрісі пайда болу керек. Ал бізде магнит өрісі бізден ары қарата бағытталған, демек пайда болатын магнит өрісі керісінше бізге қарата магнит өрісі пайда болады. Бізге қарата магнит өрісін мен бас бармақты соған қарата бағыттаймын и айнала электр тоғы пайда болады. Ол сағат тіліне қарама қарсы бағытта. Шам жанады, сағат тіліне қарама қарсы бағытта тоқ жүреді бізде. 12-ші сұрақ. Бізде магнит өрісінде қозғалады дейді мынау. Ешқандай аудан өзгермейді, магнит өрісі де өзгермейді, ешқандай өзгеріс жоқ бізде. То есть магнит ағынында дельта фи бізде ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл өзгеріс бізде 0-ге тең болса, электр қозғалушы күші бізде пайда болмайды. Демек, шам жанбайды бізде. 13-ші сұрақ. Төмендегі графиктің қай уақыт аралығында контурда тоқ пайда болады? Контурда тоқ пайда болу үшін жаңа айттық, бізде уақыттың өтуімен бізде не өзгеру керек? Магнит ағыны өзгеру керек. Магнит өрісі қай жерде өзгереді? 3-тен 4-ке дейін, 4-тен 5-ке дейін, және 7-ден 9-ға дейін. 3, 4, 4, 5, 7, 9. Айнымалы магнит өрісі әрқашан қандай өріс тудырады? Айнымалы магнит өрісі әрқашан бізде құйынды электр өрісін тудырады. Сол бас бармақ магнит өрісі деп айттық қой жаңағыда. Бас бармақ магнит өрісі, демек айнала электр тоғы пайда болады. Ол бізде құйынды электр өрісін білдіреді деген сөз. 15-ші сұрақ. Максвеллдің гипотезасы жарық жайлы қандай теорияның құрылуына алып келді дейді. Бұл бізде электромагниттік толқындық. Жарық бізде электромагниттік толқын деген теорияның құрылуына алып келді. 16-шы сұрақ. Резисторы бар тізбекті тоқ көзіне қосқанда не себепті тоқ күші бірден максимал мәніне жетпейді? Ол бізде Ленц ережесі бойынша өздік индукцияның әсерінен біздің жүріп жатқан тоқтың бағытына қарама қарсы электр тоғы пайда болады да, сразу максимал мәніне тоқ жете алмайды. То есть индукцияланған тоқтың максимал мәніне жетуіне кішігірім кедергі келтіреді. Соленоидтың орам саны 2 есе артса, индуктивтілігі қалай өзгереді? Ол бізде индуктивтілігі n-нің квадратына тура пропорционал, 2 есе артса 4 есе артады. 18-ші сұрақ. Магнит өрісі энергиясының тығыздығы не нәрсеге тәуелді? Тығыздығының формуласын жазайық. Ол бізде b квадрат бөлінген мю 0. 2 мю 0. Демек ол магнит индукциясына тәуелді және магнит өтімділігіне тәуелді деген сөз.
Электр қозғалтқыштарының жылу қозғалтқыштарынан артықшылығы неде? Ол артықшылықтары бұл бізде пәкі өте жоғары. Жылу қозғалтқыштарына қараған кезде 90%-дан жоғары болады. Өлшемі кішкентай және экологиялық зияны азырақ. 20-шы сұрақ. Магнит индукциясының модулі 0,2 Тесла болатын магнит өрісінде ұзындығы 1 метр өткізгіш индукция векторына 60 градус бұрышпен жылжытқанда өткізгіште электр қозғау күші пайда болады 1 вольт. Өткізгіштің жылдамдығын табыңыз дейді. Енді бізде формуласы бар өзінің минус BVL синус альфа. Осы жерден жылдамдықты табамыз. Электр қозғаушы күшін бөлеміз BL синус альфа. Біз бірді бөлеміз 0,2 көбейту 1 синус 60 градус бөлу 2. Бізде 0,1 болады. Бірді бөлеміз 0,1 көбейтілген 1,73-ке. Біз бірді бөлеміз 0,1-ге, оны бөлеміз 1,73-ке, сол кезде бізде жауап шығады 5,78. Шамамен 5,78 деген метр секунд деген жауап шығады. 21-ші сұрақ. Орам саны 2000 болатын соленоидты 120 вольт электр қозғаушы күшін қоздыру үшін магнит ағынының өзгеру жылдамдығы қандай болу керек? Магнит ағынның өзгеру жылдамдығы деген не? Ол бізде эпсилон тең болады минус дельта фи бөлінген дельта т. Егер орам саны болатын болса, ол үстіне қосылады. Жылдамдық деген дельта т-ға бөлу дегенді білдіреді. Магнит ағынның десе, ол бізде дельта фи. То есть дельта фи бөлінген дельта т керек дәл қазір бізде. Магнит ағынның өзгеру жылдамдығы дельта фи бөлінген дельта т, ол бізде эпсилон бөлінген n. То есть 120-ны бөлеміз 2000-ға 0,06 деген бізде жауап шығады. Осынша вебер бөлінген секунд деген. 22. Радиусы 3 см 1000 орамнан тұратын катушканы бір текті магнит өрісіне орналастырады. Өрістің индукциясы тұрақты 10 милли Тесла секунд жылдамдықпен өзгереді. Катушканың ұштарына қосылған сыйымдылығы 20 микрофарад конденсатордағы заряд қандай болады дейді. Енді бұл жерде не істейміз? Электр қозғаушы күшін тауып аламыз. Бірінші бізде минус n дельта bs косинус фи бөлінген косинус альфа бөлінген дельта т. Бізде тұрақты магнит өрісінің индукциясы осындай жылдамдықпен өзгереді, ол бізде сразу мынаны білдіреді. То есть 10 милли Тесла деген дельта б бөлінген дельта т. Электр қозғаушы күшін тауып аламыз, орнына мәндерін қоямыз. n бізде 1000-ға тең 10-ның 3 дәрежесі, мынау бізде 10 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі, аудан πr квадрат, π көбейтілген 3-дің квадраты 9, 10-ның минус 4 дәрежесі. Косинус 0 градус, ол бізде 1-ге тең. Олай болса бізде не шығады? 9π 10-ның минус 3 дәрежесі деген шығады. Енді біз зарядты табу үшін не істейміз? Сыйымдылықты кернеуге көбейтеміз. Кернеу дегеніміз электр қозғаушы күші. То есть идеал деп есептесек, екеуі бір-біріне тең. Олай болса 20 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі, 9π 10-ның минус 3 дәрежесі. Осыны есептейміз. Бұны біз есептейтін болсақ, не болады? 20 көбейтілген 9 көбейту 3,14 565. 10-ның минус 9 дәрежесі, немесе 0,565 микрокулон десек болады. 23-ші сұрақ. Көлденең қимасының ауданы катушкада магнит индукциясы өзгереді. Осыншаған 4 секунд, миллисекунд ішінде орам санын табыңыз дейді. Біз дәл осы мына жердегі формулалардан n-ді табайық. n-ді табатын болсақ не істейміз? Эпсилонды дельта т-ға көбейтеміз, дельта фи-ға бөлеміз. Эпсилон көбейту дельта т, дельта фи деген дельта бс деген сөз. 10 көбейту 4 миллисекунд, 10-ның минус 3 дәрежесі. Бөлеміз өзгерісі 0,2-ден 0,3-ке дейін, ол бізде 0,1, ауданы 50 см квадрат, 50, 10-ның минус 4 дәрежесі. Мұна 1,0 мен 1,0 кетеді. Мұнау бізде 40 болады, үсті 5-ке бөлеміз, 8 деген жауап шығады. Еще 0,1 бар, сол себепті 80 деген жауап шығады. 24. Катушкадағы тоқ күшінің мәні 2 есе артса, индуктивтілігі қалай өзгереді дейді. Индуктивтілігі бізде өзгермейді. Индуктивтілік тоқ күшіне тәуелді емес.
индуктивтілігі ол оның катушканың ұзындығына тәуелді, көлденең қимасының ауданына тәуелді және материалына тәуелді. 25-ші сұрақ. Индуктивтілігі 3 Генри катушканы электр қозғаушы күші 15 вольт тоқ көзіне қосады. Катушкадағы тоқ күші 50 амперге жету үшін қанша уақыт қажет? Өздік индукцияның формасымен шығарамыз. L дельта I бөлінген дельта T. Осы дельта T-ны табуымыз керек. 50 көбейту 3 бөлінген 15 тең болады 10 секунд деген шығады. 26. Ауданы 1 сантиметр квадрат, кедергісі 1 миллиом болатын тұйық өткізгіш бір текті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр бағытта қозғалғанда өткізгіш тесіп өтетін магнит индукциясы 0,1 тесла секунд жылдамдықпен өзгереді. Бұл бізде дельта B бөлінген дельта T. Өткізгіштен бірлік уақыт ішінде қанша жылу бөлінеді дейді. Қанша жылу бөлінеді? Біз соны табуымыз керек. Бөлінетін жылуды табу үшін біз не істейміз? Қуатты табу керек бұл айтқан кезде. Біз эпсилон квадрат бөлінген r көбейту t десек болады. Бірінші эпсилон тауып аламыз. Эпсилон деген дельта фи бөлінген дельта t. Ешқандай орам саны жоқ. 0,1 көбейтеміз. 10-ның минус 4 дәрежесі, 10-ның минус 6 дәрежесі. Сонда 10-ның минус 12 дәрежесі квадрат болады. 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Сонда 10-ның минус 9 дәрежесі джоуль энергия бізде бөлінеді деген сөз. 27-ші сұрақ. Ұзындығы 1,4 метр түзу өткізгіш индукциясы 74 миллитесла болатын бір текті магнит өрісінде орналасқан. Магнит өрісіне перпендикуляр жазықтықта өткізгіш 75 радиан секунд бұрыштылырландыққа айналады. Өткізгіш ұштарында потенциалдар айырмасын табыңыз дейді. Біз бұл айтқан кезде электр қозғаушы күшін табамыз. Электр қозғаушы күші ол бізде BVL синус альфа дегенді білдіреді. Енді бізде мысалға мынандай бір текті магнит өрісі өтіп жатса, оңға қарата. Мысалға. Бұл жерде осы жазықтықта бір ұзын өткізгіш айналады. То есть, былай айтқан кезде бізде бұлай магнит өрісі өтіп жатса, мынандай бір өткізгіш бар, ол бұлай айналып жатыр, перпендикуляр бағытта. Енді электр қозғаушы күшінің несін табуымыз керек, ол бір орында айналып жатыр. Бір орында айналып жатса, мысалға ол мынандай бір ұзын өткізгіш, ұзындығы бізде 1,4 метр. Ол бір орында айналып жатса, ол жылдамдығы, ұшының жылдамдығын алған кезде біз ұзындықтың жартысын алуымыз керек болады. Себебі ол айналу осінен ұзындықтың жартысындай қашықтықта жатыр. Демек дәрежеде L бөлу 2 деп аламыз біздің жағдайымызда. 74 10-ның минус 3 дәрежесі дейміз. Жылдамдықты ол біз омега L бөлу 2 деп аламыз. То есть, нәжеде L қалай? Нәжеде омега L бөлу 2 деп қоямыз. 1,4 бөлу 2 көбейтеміз 1,4 синус 90 градус 1-ге тең. Олай болса, осының бәрін біз есептеуіміз керек болады. 74 көбейту 75 көбейту 1,4 көбейту 1,4 бөлеміз 2 и бөлеміз 0,001. Бөлеміз 1000-ға бөлеміз тағы да 1000-ға. Сонда бізде 5-те 4 дейтін жауап шығады екен. 5-те 4 шамамен вольт. 28. Көлденең қимасының ауданы берілген. Сым орамы сыйымдылығы 20 микрофарад конденсаторға тұйықталған. Орам жазықтығы бір текті магнит өрісіне тұйықталған. Конденсатордың заряды 1 нано кулон болса, магнит индукциясының өзгеріс жылдамдығы қандай болады дейді. Өзгеріс жылдамдығы ол бізде дельта B бөлінген дельта T. Бұны табу үшін біз не істейміз? Эпсилонды ауданға бөліп тастаймыз, себебі бізде орам саны жоқ тағы да қасына қосатын. Ал бұл бізде кернеу. Кернеу дегеніміз зарядты сыйымдылыққа бөлеміз. CS деген сөз. Сонда 10-ның минус 9 дәрежесін бөлеміз 20, 10-ның минус 6-сы, 50, 10-ның минус 4 дәрежесі. Сол кезде бізде 0,1 деген жауап шығады. Кішірейтейік. 10-ның минус 10 дәрежесі болады, үстіне 10 болып шығады, 10-ды 1000-ға бөлем, ол 0,1 метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Келесі 29. Реактивті ұшақ. Бұл бізде 250 метр секунд дегенді білдіреді. Жылдамдықпен горизонталь ұшып келеді. Егер жердің магнит өрісінің индукция векторының вертикалық құраушысы, вертикалық құраушысы жоғары қарата, яғни вертикалық құраушысы бар, ұшақ былай ұшып келе жатыр. 50 микро тесла болса, онда ұшақ қанаттарының ұштары арасында қандай потенциалдар айырымы болады, пайда болады. Ұшақ қанатының құлашы 24 метр дейді.
ұшақ қанаты бар, бізде былай кеткен. Бұл 24 метр ұзындығы. Осы кезде ұшақтың тұмсығы мен құйрығының арасындағы потенциалдар айырымы қандай болады дейді. БВЛ синус альфа 90 градус просто орнына қоямыз. 250 10-ның минус 6 дәрежесі көбейту 24 дейміз, е? Үш көбейту 10-ның 5 дәрежесі, 10-ның минус 6 дәрежесі 0,3 вольт болып шығады жауабы, е? Және де ең соңғы сұрақ, 30-шы сұрақ, индукциясы берілген Б. 0,2 Тесла болатын вертикаль біртекті магнит өрісінде горизонталь орналасқан ұзындығы вертикаль магнит өрісі бар дейді бізде мынандай. Осы жерде горизонталь орналасқан ұзындығы, горизонталь бағытта орналасқан бізде бір өткізгіш бар. Ұзындығы 50 сантиметр дейді. Жылдамдығы 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Өткізгіштің жылдамдық векторы магнит өрісімен 30 градус бұрыш жасайды дейді. Демек, ол қалай қозғалып бара жатыр? Ол бізде былай қарата қозғалып бара жатыр. 30 градус бұрыш жасайды дейді. Ал өткізгіштің осымен 60 градус бұрыш жасайды дейді. Өткізгіштің мынау осы болатын болса, осымен ол 60 градус бұрыш жасайды дейді. То есть, бұл бізде магнит неміз бізде былай орналасқан деген сөз. Өткізгіште пайда болатын индукцияланған электр қозғаушы күшті табыңыз дейді. Электр қозғаушы күшінің формуласын қолданамыз, е? Электр қозғаушы күші ол бізде БВЛ синус альфа. Енді бұл жерде ол өткізгіштің осымен 60 градус бұрыш жасайды дейді. Сол үшін біз тағы да мына В-ның өзіне, мынау бізде В болатын болса, мына жерде VX деп айтамыз ба, VX дейтін болсақ, В көбейтілген синус бета деп аламыз, L синус альфа. И бұл айтқан кезде барлығын көбейтеміз, е? Барлығын көбейткен кезде бізде мән шығу керек. 0,2 көбейтеміз, 0,5 көбейтеміз, 10 көбейтеміз, синус 30 градус көбейтеміз. Бірәсте 3-тен 1,70 шығарамыз, оны бөлеміз 2-ге. Сол кезде бізде мәні 0,430. Шамамен 0 осынша вольт деген жауап шығады екен. Осымен біздің видео шешіміміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.